Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгінгі екінші видео. Алдында екі видео өшті тағы. Азында салған видео да өшті, кешегі салған видео да өшті. Енді өшіп жатыр. Жалпы әңгіме енді бүгінгі әңгіме Украина жайлы ойлап тұр, Украина жайлы. Зеленскийдің қалай айтсам екен, Зеленский оңай болып тұрған жоқ әңгіменің ашығы. Зеленский мәлімдеме жасапты. Ресеймен қайтып келісімге келу үшін Түркияға аттанам деп. Қазір Түркияда жүр ол. Ататүріктің басына барып, біздің тілмен айтқан кезде Құран бағыштап енді Құран мүмкін бағыштаған шығар, енді сол жерде имамдар Құран оқып Зеленский алмайын деген шығар, бірақ сол жерге барып Ататүріктің басына барып қайтыпты әңгіменің ашығы. Одан кейін Ататүрік Түркия демекші. Ердоған мырза өзінің қарсыласы 2026 жыл болып қалады ау деген қарсыласын 801 жылға соттап жүрген ғой. 801 жылға. Егер 800 жыл өмір сүретін болса, ол 2335 жылдар ма, сондай жылдар ма өмір түрмеден шығады екен енді. Білмедім мен. Бұл билік деген қиын екен ғой енді. Бұлай қарасаң, Ердоған маза тақуа ғой енді, тақуа. Диктаторларға салыстырған кезде ең тақуасы Ердоған ғой. Билікті, байлықты жүректі ұстаныңдар деген білмеймін еді. Ерекең жүректе тастап қойған ба, қарсыласын қаматып дейін. 800 жыл деген енді түрмеде шірейсің деген сөз ғой әңгіменің ашығы. Кез келген елде сондай болады деген. Болмаса бір түрік қой енді, бір түрік барлығыша. Біздің қазақтарда түрмеде жатыр мысалыға. Әлемде жаяу жүріп өткен Марат ағамыз көп қой, айтырсын, журналист ағамыз, Думан Мұхаммедкәрім ағамыз, Жыланбаев ағамыз. Бірақ Қазақстанда қазақ сөйтіп қыспақ көріп жатыр. Ол шетелдегілер политикалық тұтқын деп баға беріп қойған. Енді соғыс осы апта бітіп қалуы мүмкін деп Axios арнасы хабар таратыпты. Және де Трамптың әкімшілігінен енді бұл сыбыс нақты емес. Енді сол жердегі ақпарат беретіндер ақпараттың ұшын көрсетіп қойыпты. Сыбыс 26 пункттан тұрады, соның 26 беттен тұрады, соның 4 бағыты бар. Соғысты аяқтаудың енді Украинаға былай деп айтыпты енді. Бізге Еуропаның сол жердегі бір осы жаңалықты енді осындай жаңалық шығып қалуы мүмкін деген соң өздерінің ойларын білдіреді. Сол жердегі политиктер бір политик айтыпты. Енді бұл осы келісім болатын болса, бұл Украинаға негізі жақсы келісім болғалы тұр депті. Одан кейін біреу айтыпты, енді Еуропа келісе ма, келіспей ма деген сұрақ болды. Бізге Еуропа қызық емес, ең бастысы Украина осы келісімге келісетін болса болды, соғыс тоқтатуымыз мүмкін депті, олда да мүмкін. Ол жерде айтым ғана 26 бағыттан тұрады, соның 4 бағыты Украинаның жер қауіпсіздігін осыдан кейін сақтау Америка гарантия береді. Одан кейін тағы бір ақпарат шығып қалды. Украинаның әскерін 2 есе азайту. Одан кейін Донбасын Ресейге беру деді. Тағы біреу бар, оны ұмытып қалдым мен, не болса да. Енді Зеленскийдің билік әңгіменің шайқалып тұр. Неге не дата? Жемқорлыққа жол берді деп екі министрдің жоғарғы радаларында дауыс беріп алып тастады. Бір әйел министр екен, бір еркек министр екеуін де алып тастады. Және де Украинаның президенті шет жақта жүрген кезде Украинаның ішіндегі парламент дейміз ба,
депутаттар дейміз бе, солардың барлығы қырқысып жатыр вообще. Біреулер Зеленский жемқор, Зеленский кетсін деп, Зеленский мүмкін жанындағылар жемқор болған шығар, Зеленский жемқор болмаса да деген ақпараттар кетіп жатыр. Жасылбайдың күні батайын деп тұр ау, не болса да. Жасылбайдың күні батайын деп тұр ау. Өте өкінішті, егер енді соғыс болмасын, бірақ Украина жерінен айырылып соғыс бітіп қалса, онда Ресей одан ары қарай қаруларын вообще мықты қылып дайындалайын деп тұрған мен аша. Білмеймін, не болады екен. Естіп, Зеленский тақтан кететін кеше естіп, кетіп қалу мүмкін деген несі көңілге түсті. Барын салып жатыр бала. Жалпы сондай. Одан кейін қалай айтсам екен, соғыс бітетін болса, мысалыға Зеленский арғы жақтан барып, бергі жақтан барып қаруды жинап жатыр. Францияның өзінен военный ұшақтардың 100-ін алды, мысалыға ше. Тағы әуе шабуылына қарсы жүйенің қаншауын деді, 6-ын бекен, 7-ін бекен алды. Алдында да Патриоттан 27-сін аламыз деген еді. Мен ойлаймын енді, мысалға бұлай болады деп. Тағы ортаға ағайындершілікпен бағынағы Американың айтып отқан әңгімесін Ресеймен негізі жасырын түрде келісімге келіп жатыр деген ақпарат шықты. Енді тағы бір осы қалай айтсам екен, осы келісім болмаса енді болды, болмайды деп ойлаймын. Алдында да Будапештте жолығады деп, Будапештте жолыға алмай қалып, Марко Рубио мен Лавров жолығып, бұл жерде қисық әңгіме айтылған ба, бір-бірінен бет ала қашып, бір-біріне қарамай кетіп, санкцияны барлығын салып тастады. Енді осы келісімде мысалыға Түркияға Зеленский барам кездесуге депті ғой, барып та қойған уже. Енді сол жерде бұлай келісе алмай қалатын болса, тағы Ресейдің билігі жоқ, біз басып алмаған 4 облысты аламыз, Донбассыны ғана емес деп қырсығатын болса, онда до конца соңына дейін Америка барады деп ойлаймын. Америка соңына дейін барады деп ойлаймын. Ресей болды, жаңылдым, кешіре қойыңдар деп айтқанша. Же болмаса жасырын келісім болып жатса, Путин да бұл келісімнің бағыттарын біледі. Келісіп қалса болды, Ресей осы күйі қалады, Ресей мықты болады деген сияқты ғой. Мықты болады, бұдан да мықты болады, бірақ санкциямен мұғаттап тастады, бірақ бәрібір бұрынғы қару шығарып отқан заводтарын одан да күшейтіп, қаруларын бұдан да мықты қылып алдыда соғыс болып қалуы мүмкін деген темамен қаруларын көбейтейін деп тұрған мен, әскерлерін көбейтейін деп тұр. Білмеймін, не болады екен енді. Және де Ресейдің мұнайын алғандарға санкция саламыз, Ресейден зат алғандарға санкция саламыз, соның ішінде Ираннан мұнай алғандарға да санкция 500% санкция саламыз дейді енді. Бір жағынан қарасаң, Ресейді қысып жатыр. Мына бағанаға шыққан ақпаратта, қазір шықты ақпарат. Ол жерде Ресей мен Америка келісіп соғысты тоқтатайын деп жатыр дейді. Болмаса соғыс тоқтайды. Ресей Иран сияқты жабық мемлекет болып қалайын деп тұрған мен. Орталық Азиямен байланыстар болады. Я болмаса соғыс бітпей 500%-лық Ресеймен сауда-саттық істерге санкция салады. Ресейдің заводының барлығын Украина өртеп жоқ қылады. Енді Ресейде мұнай өңдейтін заводтардың барлығы Қазақстанға көшу мүмкін деген, Қазақстан өзі салу мүмкін деген ақпараттарда, болжамдарда болып жатыр. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздер не деп ойлайсыздар? Осы аптаның соңында соғыс бітіп қалуы мүмкін дейді. Билік ауысып кетсе, ол да мүмкін. Украинаның билігі ауысатын болса, онда бір Зеленский сияқты айтқаннан қайтпайтын адам келмей, басқа бір жұмсақтау, қойшы барлығымыз бір славян халықтарымыз ғой. Украина орыс бір туған деген сияқты сөз айтатын бір басшы келіп қалса, онда соғыс бітеді. Жақсы.
Oylarınızı жазыңыздар. Sizlerin oylarınız öte күшті. Жазыңыздар oylarыңызды, жақсы.